достар, бүгін біз үлпілдек бауырсақ жасайтын боламыз. Оған қажетті заттар: ұн, жылы су, тұз, қант, сары май және майонез, дрожж керек болады. Разрыхитель керек болады. Ал енді дайындаймыз. Бірінші кезекте дрожжымызға, жылы суымызға дрожжымызды саламыз. Және оған бір қасық қант саламыз. Және бұны 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін бізге жылы су, және тұз, және майонез, бөлме температурасында сары май, және кішігірім қант. Және оған ашып тұрған дрожжымызды құямыз. Жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Осындай қамыр дайындалатын болады. Кішкене май, қамырымыз көтеріліп шығу үшін. Бұндай қамыр дайын болады бізде, жұмсақ қамыр. Енді бұны 1 сағатқа ашығанша қоямыз. Тындырып қағазбен жауып. Bir saatқа тындырып қоямыз. Май құйып, енді қамырымызды ашып, мынандай болып ашып қалады қамырымыз. Енді қамырымызды бала қылып жасап аламыз. Кішкентай. Бөліктерге, 2 бөлікке бөліп аламыз. Сәл 5 минутқа тындырып қоямыз. Шашықпен жауып қоямыз. Дайын болған қамырымызды ашып, жайып аламыз.
Bunlar bitip şayı bağımız. Şimdi onu yumalaqtab kesip çıqamiz. Şimdi mынандай dайындап қойған бауырсақтарымызды майға пісіріп аламыз. Осылай тәтті үлпілдек бауырсақтар шықты. Өте дәмді. Жасап көрсеңіздер болады. Ал бізге ас болсын. Міне осындай бауырсақтар. Төмендегі описанияға рецептін жазып кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар.